Сәлем оқушылар, дауыс естіліп тұр ма? Давайте кері байланыстарында айтсаңдар. Дауыс жақсы естіліп тұр ма? Дауыс естіле ма? Дауыс естіле ма? Естіліп тұр, я? Я естіліп тұр дейді. Все, хорошо. Давайте. Қатып жатқан жоқ, сендер задержка болып жатқан жоқ, я? Қайырлы кештер. Все, наурыз ОБТ-да келген сұрақтарды бұл ешқандай да нұсқаларда, пробный тесттарда келген сұрақтар емес. Менің оқушыларым және телеграмдағы группадағы барлық келіп жатқан сұрақтардың жинақталған сұрақтарды қазір мен сіздермен талдайтын боламын. Хорошо, давайте кері байланыстар. Наурыз ОБТ кім тапсырған жоқ, нешесі тапсырады және қанша балл жинағыларың келеді, соны жазып жіберсеңдер. Жақсыбек Давайте қазір кішкене күте тұрайық. Неге менде видеода эфирі деп тұр. Вроде ана сақталған сабақ түрінде тұрған жоқ қой. Сабақ прямой эфирде қойылып тұр. Қазір қарайын, неге бұл жерде ошибка болып тұр.
Все, барлығы естілді деп ойлаймын. Мына жақта почему-то бұрынғы запись қосылып тұр деп тұр. Сол жағын тексеріп жатырмын. Ссылка видеоға лақтырып тұр дейді. Я, бұдан алдын өтілген эфирдің ссылкасымен істеп тұр ғой. Аха, менде де ертең дейді. Ертең кім кіреді тестке дейді. Ертең кім кіреді тестке. Хорошо. Кейін содан прямойға кірдік дейді. Аха, все. Болды. Ну, ссылкасын мен оны жөндедім. Енді қазір кішкене күтіп тұрыңдар. Қазір менде мына жерден. О, боже, что қойды. Аз кішкене күтіп тұрайық. Барлығы естілді, я? Давайте, естіліп тұрса, сендерге жақсы көрініп тұрса, жауап бер жерек, кішкене задержкамен барады. Сондықтан да 20 секунд, 10 секундқа задержкамен барады. Эфир сақталмайды, оқушылар. Эфирді ютубтан өткізсек те, біз эфирді сақтамаймыз. Ол үшін, я, эфирді соңына дейін қараймыз, себебі бұл жерде сендерге максимально 40 сұраққа дейін жуық сұрақ бар шығар. Ол жерде толығымен сендер, яғни сұрақтардың барлығына жауап аласыңдар. Давайте. Мына жерде барлығымыз Наурыз ОБТ-ға кіргенбіз ба? Кірген оқушылар болса плюс қалдырайықшы. Ал егер кірмеген болсаңдар, онда енді кірем немесе минус қойып жүрсеңдер болады чатқа. Все. Бірінші сұрақта озонның формуласы дейді. Бұл бізде қарасаңдар слив группаларда озонның формуласының бізде келіп жатыр, я? Сонда бұл жерде ол Жазира Садибекова дейді. Аха, бұл бізде неге тен? Озонның формуласын минус дейді. Озонның формуласы бізде ол О3, я? Сонда бізде ол С жауапқа сәйкес келеді. Ертең кірем дейді. Хорошо. Все, сәттілік ертең кіретін, одан кейін кіретін оқушыларға сәттілік, себебі бұның ішіндегі по-любому сендерде база ортақ болғандықтан енді келуі мүмкін сұрақтар. Полностью егер барлығын ауыстырып жібермесе. Сондықтан СО3 болады. Байқасам мен барлық Все, байқасақ, жалпы әр вариантта әр түрлі сұрақтарды бір-біріне ұқсатып береді. Мысалы, біреуінде хлор қышқылын сұраса, екіншісінде хлорлы, үшіншісінде хлорлау қышқыл деген сияқты барлық вариантта осындай сұрақтар келіп жатыр да. Қазір мен көрсетем. Вот келесі енді сұрақ кевлардың формуласы, яғни кевлар талшығының формуласын біз бұл жерде қай жауапты белгілейміз? Егер сливтарды қарап жүрген оқушылар болса, сендер білесіздер да, кевлардың бізде формуласы ол қайсысы? Давайте білетін болсақ жазып жіберейік.
Соңына дейін қараймыз, эфир сақталмайды. Мына жерде кевлардың формуласында сендерде CO, C6H4, CO, NH, C6H4, NH деп тұр. Енді бұл жерде мен айтар едім, именно вот топтары бойынша жаттау керек та, яғни сендерде қандай топ бар мына жерде? NH топты бар ма? Одан кейін C6H4 екі жағын қоршап тұр деп, яғни сол арқылы жаттасаңдар естеріне қалады. Немесе кевлар қылшығын бізде терефтал қышқылымен бізде сөзбен де береді да, кевлар қандай елердің қосылыстардың қосылу нәтижесінде пайда болады деп. Хорошо? С бола ма дейді. С6H5 емес. Жоқ. Бізде А жауабы болады, С6H4 болады. Сондықтан біз С жауабын белгілейміз. Оқушылар сақталмайды. Естеріңе сала кетейін. Эфир сақталмайды. Тек осы жерде эфирге отырған оқушыларға ғана мен жабық ссылканы беремін. Болды, қалған бұл сұрақтар сақталмайды. Себебі бұл сұрақтардың барлығы ұлттық тестілеу орталығының былай айтқан кезде несінде да, бақылауында. Сондықтан да бұл сұрақтарды сақтау емес, только вот кімде қазір сабаққа қатысады, соларға өздеріне қосымша ретінде осы чек-листті, осы сұрақтың жауаптары бар, және ссылканы жіберетін боламын. С емес оқушылар, А жауабы. Хорошо? Все, давайте. Глюкозаны сутекпен тотықсыздандырғанда не алады? Қараңдар, бұл жерде глюкозаны сутекпен тотықсыздандырсақ, біз ол жерде сендерде тұр. Сутекпен, яғни біз глюкон қышқылын оттекпен тотықтырған кезде аламыз. Этил спиртін ол просто ашту арқылы кезінде аламыз. Ал сорбитті біз сутекпен тотықсыздандырған кезде аламыз. Сүт қышқылды тоже ашту арқылы алынады. Сондықтан бұл жерде С жауабы сорбит болады. Енді келесі сұрақта бұл жерде ацетиленге су қосса, мына жерде ацетиленге су қосатын болсақ, бұл жерде сынап сульфаты дейтін уже катализатор тұратын болса, сендер уже ойлаңдар, что бұл жерде, яғни даже мына жерде су берілмеген, мен өзім қосып қойдым, уже сынап сульфаты немесе сынаптың екі катионы деп тұратын болса, уже ол жерде ойлау керек, бұл уже гидратация реакциясы. Гидратация нәтижесінде бізде біріншілік нелер, мына жерде С2H2, ал кейін оған су қосылатын болса, бізде альдегид түзіледі, яғни ацетальдегид, CH3, COH, ацетальдегид түзіледі. Ал екіншісінде ол кетон түзіледі. CH3, COO, CH3. Сонда бұл жерде қай жауап болады? Ацетальдегид, пропаналь, ацетальдегид, ацетон деп тұр, және этанал, пропаналь, этаналь, пропанол деп тұр. Сонда бұл жерде жауап қайсысы болады? Д жауабы болады дейді. Ацетальдегид, ацетон. В жауабы болады оқушылар. Д, А, С емес. Мына жерде бізде В жауабы болады да. Все, келесі. Алюминий 3 плюс ионына сәйкес келетін электрондық формула немесе электрондық конфигурация деу мүмкін. Бұл жерде қараңдар, алюминий өзі бастапқы ешқандай да ион түрінде емес. Алюминийдің өзі элемент түрінде болған кезде, атом түрінде, ол жерде 1s2, біз 2s2, оның бізде реттік саны плюс 13 қой. 2p6, 3s2, 3p1 деп жазамыз. Естеріне болсын. Енді бұл жерде не істейміз? Бұл жерде міндетті түрде естерінде болсын S элементтен бірінші электрон алынады. Егер ол алюминий минус 3 электрон алады, яғни беретін болса, алюминий плюс 3 катионын айналады. Яғни 3 электронды біз қайдан аламыз? S-тан 2 электронды аламыз. Және P-дан 1 электронды аламыз. Сонда бұл жерде уже ең соңғы жері ауысады. 3S0 болады, және 3P0 болады. Сонда біз бұл жерде Д жауабын белгілейміз. Ал мынау тек қана алюминий өзінің атом түрінде сәйкес келетін электрондық формула. Сондықтан бізде Д жауабы болады.
Спасибо, Раисова дейді. Д жауабы сендерде осы болады. Келесі изопреннің формуласы. Изопрен бізде бұл жерде ол изопреннің басқаша атауы деп берілген, или просто осылай деп беретін болса, изопреннің басқаша атауы ол бізде қараңдар. Изопрен ол 2 метил бутаден 1,3 болып табылады. Немесе оны сендерде былай беруде мүмкін формуласында, я. Сонда 2 метил и бутаден бірінші көміртекте и үшінші көміртекте 2 қос байланысын бар екенін білдіреді. Мына жерде 2 CH, мына жерде CH, мына жерде CH2. Сонда формула түрінде де, қосылыс түрінде де осылай жаттап аласыңдар. Д болады. 3 болса, реттік номерінде 3-ті аламыз. 3-ті алсаңдар болады, немесе жаңағыдай. Бірінші негізі солай S0 деп алып үйренген дұрыс, я. Именно S электроннан қанша электрон алады, P электроннан қанша электрон деп алады. Солай үйренсеңдер, сендерге жеңіл болады. А жауап дейді. Все, түсінікті. Келесі калий марганец O4 плюс H хлор теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы дейді. Давайте мынаны біз теңестірейік. Калий марганец O4 плюс H хлор. Бұл жерде не түзіледі? Давайте кім біледі? Калий марганец O4 плюс H хлор. Давайте чатта қарайым. Бұл жерде білеміз, да, марганецтің хлориді, и бізде ол калий хлор түзіледі. И бұл жерде біз хлордың өзін түсеміз, и H2O. Енді теңестірейік, да. Бұл жерде қараңдар. Мына жерде тотығу дәрежелерін табамыз. Тотығу дәрежелерін тапқан кезде бұлардың үстіне уже тотығу дәрежелерін өзгертіп қоямыз. Мына бізде -2. Қара мен жаза берейін, да. Вот мына -2 тотығу дәрежесін көрсет, мына +1, мына +7, я. Мына -1, мына +1. Енді мына жерде -1, марганец +2. Мына жерде хлор -1 болып тұр. А мына жерде 0 болып тұр. Енді бұл жерден уже сендер электрондық баланс әлдісімен марганецтен бірінші өсіп тұрған жазайық. Яғни хлордың молекуласы -1-ден хлор 0-ге қарай ауысады. Яғни біз не істейміз? 2 электронды беріп жібереміз. Ары қарай бізде марганец +7-ден +2-ге қарай кемейді. Сонда ол 5 электронды қосып алады. Сонда 2 мен 5 деп жазамыз. Яғни ортақ бөлім оларға 5-те 2, яғни керісінше 10 деп қарастыратын болсаңдар 5 и 2. Именно вот 5-ті қайда қоямыз? Хлордың 0-ге жеріне апарып қоямыз. Одан кейін 2-ні біз мына жаққа, яғни мына жаққа 2 қоятын болсақ, енді қараңдар, бұл жерде жалпы хлордың саны қаншаға тең болып тұр? Мынау 4 болады, 2 қоятын болсақ, мынаның алдына да 2 қою керек біз. Сонда 4, мына жаққа калий хлорды қойсақ, мына жерде 10, 14 и 16 болып тұр, мынаның алдына 16 қоямыз. Енді мына жерде сутек 16 болғандықтан, қараңдар. Сонда 4 болады мына жерде, мына жерде 2 болады, 6 болады. А 5 пен 2-ні көбейткенде хлордың саны жалпы 16 болып тұр. Енді біз H хлордың алдына 16 қойдық, чтобы хлорды теңестіру үшін. Ары қарай енді сутекте мына жаққа неше қоямыз? 8 қоямыз. Сол кезде сутек теңеседі жалпы 16 болып. Енді оттек сонда 8 қой, мына 2 мен 4-ке көбейткенде. Сонда барлығы теңесіп тұр. Барлық коэффициенттерін қосатын болсақ, 2 плюс 16 плюс 2 плюс 2, 5 плюс 8 дейміз. Яғни бұл жерде сонда 35 болады, я? Келісеміз ғой? Все. Түсінікті болды деп ойлаймын, я? Келесі, давайте. Дальше. Енді 1 малярлы 200 мл H2S4 және 2 малярлы 100 мл
тұз әрекеттескен кезде, негіз әрекеттескен кезде түзілген тұздағы лакмустың түсі және тұздың массасы екенді бұл жерде варианттармен бірге енді жаттап алу мүмкін емес. Сол үшін біз қалай бар, сол сұрақты главный цифрын жаттап алғанға қуандық та, и осылай жаздық. Енді бұл жерде бірінші мынау малярлы концентрация берген, яғни С тең 1 малярлы концентрация. Көлем ол 200 мл. Сондықтан бұны біз сразу литрге айналдырамыз. Сол кезде ол 0,12 литр болады. Енді біз табу керекпіз С тең N бөлінген В деген формуладан N-ді табамыз. N сол кезде С менен В-ның көбейтіндісі болады. Сонда 1-ге 0,12-ні көбейтсек, сонда 0,12 моль. Естерінде болсын, оның өлшем бірлігі зат мөлшері моль болып тұр. Екінші, дәл солай калий OH-тікін тауып аламыз. Бұл жерде 2 малярлы, ал көлем керісінше 100 мл. Мынаны енді литрге айналдыратын болсақ 0,1 литр. Енді бұл жерде N-ді табамыз, сонда 0,1-ді 2-ге көбейтеміз. Сонда ол 0,12 моль болып тұр. Екеуі де сонда 0,12 моль. Енді реакцияны жүргіземіз. Яғни бұл жерде жүргізген кезде калий OH пенен H2SO4-ті бір-біріне не істеу керек? Қосу керек. Калийдің сульфаты түсіледі. Калий 2SO4 и плюс H2O. Мынаны алдына 2 қоятын болсақ, мына жаққа да 2 қойылады. Енді давайте бізде 56, 39, 40, 56. 56-ны 2-ге көбейткенде, мына жерде ол 0,12 болып тұрса, оны 2-ге зат мөлшерімен тапсаңдар да болады. Мына 0,12-ні 2-ге бөлген кезде ол 0,1 моль. Ал мына жерде тоже 0,12 моль. Егер мынаны негізі массаға айналдырып алғандарында негізі жеңіл болатын еді. Мына 0,12, мына 0,1 моль болып тұр. И мына жақта, ладно, давайте немен істей берек. Мына 0,1 моль болды. Сонда азы бізде 0,1 моль ғой. Яғни бұны не үшін алдына 2 қойдық? Себебі калий гидроксидінің алдына 2 деген коэффициент бар. И H2SO4-тегі бір коэффициентпен мына жерде H2SO4 көп болып тұр, ал калий гидроксиді аз болып тұр. Сонда біз азымен есептейміз ғой. Сонда 0,12-де X дейміз, 2-де енді мынаны есептейік, MR калий сульфатын. MR калий 2SO4, ол 39 2-ге көбейткенде 78, оған 32-ні қосамыз, и оған 64-ті қосамыз. Сонда 96, 78-ге қосатын болсақ, менде қазір калькулятор телефон өшіп тұр. 16, давайте қос жеріндер. 17, 174, 174. Сонда мына 174 болады екен. Енді X-ті табаймыз. X-ті табатын болсақ, давайте мына жерге жаза берейінші X-ті. 0,12-ні 174-ге көбейтіп бөлеміз 2-ге. Сонда 17-де 4 болады. Және бұл жерде лакмустың түсі дейді. Қараңдар, лакмустың түсін қайдан білеміз? Бірінші біз калий сульфатын жіктеу керекпіз. Ол қандай негізден? Калий гидроксидінен құралған, күшті негізден. И H2SO4 әлсіз қышқылдан құралған. Күшті қышқылдан құралған. Сондықтан екеуі де күшті болғандықтан бұл жерде орта бейтарап. Бейтарапта лакмустың түсі не болады? Күлгін түсті болады. Телефон енді қосылды, қайсы қарап жатырмын. Қараңдар, бұл бір вариантта осылай келген. Екінші вариантта натрий сульфаты деп келген. Қарасаңдар, былай айтқан кезде есептеудің жолын білсеңдер, формуласын, реакция теңдеуін білсеңдер, яғни есептің сан мәндері ауысқанмен, басқаша берілгенмен, уже сендер өздерінің шығара аласыңдар. Тұқты ма? Жерде енді өзгеріп тастайық. Все.
Вот енді сообщенияларымды көріп жатырмын. Ортасын қалай анықтаймыз дейді. Ортасында күшті еммен күшті болатын болса, олар бейтарап болады. Егер әлсіз негізбенен күшті қышқыл болса, қайсысы күшті, сол орта болады. Яғни ол үшін сен гидролизде кесте бар, вот жекеге жазып, яғни инстаграмға немесе ватсапқа жазатын болсаң, мен саған сол кестені жіберемін. Күшті негіздер мен әлсіз қышқылдардың списогі, иә, сол жерден қарау арқылы сен уже ажырата аласың. Әсел Язмухамедова. Осы сұрақтар келіп жатыр ма? Келген сұрақтарды талдап отырмын, оқушылар. Мынау келген сұрақ па, или баяғы опыты ма? Бұл менің оқушыма келген. Руслан Қадырбек дейді. Бұлардың ішінде, қараңдар, сұрақтардың ішінде ешқайсы ойдан қосылып, ойдан придумывать етілген сұрақтар емес, оқушылар. Сондықтан да эфирге кіріп алып, осылай мынау келген ба, келмеген ба деп күмәнданатын болсаңдар, просто эфирден шығып кетіңдер. И бұл жерде артық сөздердің жазбаларын сұраймын, да? Потому что бұл жерде мен просто так сенен барлықтарын жинап алып, өзім бір нұсқаны алып талдап отырған жоқпын. Бұл ұбт-да келгенін көзім жеткізген соң, оқушылар маған жазған соң, дәл сол нұсқаларды алып отырып, яғни сендерге беріп отырмын. Себебі бұны мен уже, яғни былай телеграм каналдардың ішінен де қарадым. Дәл осындай сұрақтар, вот келесі мына сұрақ тоже келген ұбт-да. Себебі мен басқа жерден қарасам, дәл сондай есепті, я, басқа телеграм каналдардан, мына есеп, мысалы, телеграм каналдан табылды. Вот сол жерде оқушы комментарийдің астына өзіне келген сұрақты жазған, да? Осы жерден уже байқауға болады, екеуі почти бір-біріне ұқсас есеп, я. Давайте оқушылар, мына есептің шығару жолын өздеріңе скриндап алыңдар, ары қарай уже мына есепті дәл соған ұқсатып шығарыңдар. И ответін давайте жазайық. Давайте өзіміз істейік, дальше кеттік деп мына жақта приказ беріп отырмаймыз, оқушылар. Аламыз да, дәл сол алдыңғы есептің шығару жолын үйрендік па, дәл солай жасаймыз. Келесіге істейікші, тез-тез істейікші, келесіге кеттік деген сөздерді бірінші өздеріңе қойыңдар. Неге H2 S4 бір болды дейді? Түсінген жоқпын. H2 S4 не үшін бір болады? Себебі оның алдында ешқандай коэффициент жоқ мына жерде. Коэффициент жоқ болса, онда оның алдында, мынаның алдында коэффициент бар 2 деген, анада жоқ, сондықтан бір болады. 0,2-ні қайттан 1-ге бөлгенде 0,2 моль болады. Давайте енді мына жерде біз не істейміз? Бірінші натрий гидроксидін табамыз. Яғни, оның концентрациясы 1 моль берілген, және көлемі 50 мл берген. Енді сразу бұл жерде N тең С көбейтілген волмен шығарып алсақ болады. Егер мына жерде 50 мл болатын болса, онда оны біз 100-ге бөлсек, 50-ді 100-ге бөлеміз. 50-ді 1000-ға бөлеміз. 0,100-ден 5, да? 50 бөлінген 1000, 0,105 моль. Енді мынауда тоже бұл жерде күкірт қышқылы H2S4. Ол тоже бізде не болады? 1 молярлы N тең С көбейтілген В, ол екеуі де 0,105 моль болады. Сонда екеуі де бірдей, да? Көріп отырсыңдар, анада 50 мл, анада тоже 50 мл. Енді давайте реакция теңдеуін жазайық. Натрий OH плюс H2S4. Бұл жерден натрий сульфаты и H2O түзіледі. Мына жерде 2 қоямыз. Мына жерде біз үстіне егер олардың зат мөлшерлерін жазатын болсақ, онда бұл мына жерде 0,105. Бұл тоже 0,105. Оны 2-ге бөлеміз, ана 1-ге бөлеміз. Себебі мынаның алдында 2 деген коэффициент бар, мынада ештеңе жоқ. Сонда 0,105-ті 2-ге бөлетін болсақ, 0,0025. Мына 0,105. Енді қайсысы кіші? Әрине 0,1025 кіші, я. Сондықтан
0,5 кіші деп ойлайды, негізі 0,5 кіші мына жерде 25 кіші болады. Сол үшін біз x дейміз да, ал 46 32 номерін тапсақ 64 142 болады. Сонда келесіде 0,5-ті мынау кішкентай болды ғой, сонда 0,5-ті 142 көбейтіп, бірақ 2-ге бөлуді ұмытпаймыз оқушылар. 7,1 оны 2-ге бөлетін болсақ, онда 3/55 болады. Сонда түзілген тұздың концентрациясы ол бізде 3-те түзілген күкірт қышқылын деген кезде түзілген тұздың концентрациясы деп тұр. Ол жерде оның массасы шығып тұр ғой. 0,5 моль, 1 моль, 142. Енді түзілген тұздың концентрациясын есептеу үшін ол жерде сендерде мына жерде бізде түзілген тұздың массасын сұрады, я? А мына жерде концентрациясын сұрап тұр. Егер концентрациясын сұрайтын болса, онда вот мына жердегі формулаға қоямыз да қайтадан. Или бұл жерде С тең қалай кетті. Вот. Мынау бізде малярлық емес, бұл жерде ол тек қана массасын тауып жатырмыз да, грамм. Вот, мынау бізде грамм. Егер оның малярлық концентрациясын тап дейтін болса, С тең М бөлінген үлкен М, соның В-ға көбейтіп солай тапсақ болады. Мына жерде ол 3/55 қой. Ал М-нің орнына қоямыз натрий сульфатының 142-сін. И оған В-ны көбейтеміз, яғни бұл екеуінің В-сы бізде 50 мл, яғни общий сонда 100 мл-ге тең, я? Екеуін қосқанда бізде мынау 100 мл болады ғой. Давайте енді есептейік. 142-ні 100-ге көбейтеміз. 14200. 14200, мне кажется, вот 14200-ге бөлетін болсақ, өте көп сан шығады. Ол вообще 2,5, оның минус 3 дәрежесі болып кетеді. Сондықтан осы жерде қарау керек, малярлық. Мне кажется, түзілген тұздың концентрациясы емес, массасы берілген сияқты. Потому что массасы болса, онда ол уже 3/55 граммға тең болады, да, ол нормальный цифр. Егер концентрациясын дейтін болса, дәл солай формуламен шығарасыңдар. Хорошо? Неге 2-ге деп түсінікті болды ма? Натрий гидроксиді кіші, сондықтан сонымен есептеу жүргіземіз. Реакцияға дейінгі екі зат массасы берсе, оның кішісімен жүргіземіз. 3/55 грамм. Все, келесіге кетті. Көксағыздың физикалық қасиеті деген келген. Көксағыздың егер физикалық қасиетін сұрайтын болса, ол жерде қараңдар. Негізі былтыр стереотұрақты иілімділігі деген келген варианттарда. Ал енді биылғы сұрақта бұл жерде физикалық қасиеті келіп тұр. Сондықтан мен бұл жерде енді варианттарды білмеймін, оқушының есінде қалмаған бұл жерде варианттар. Сол үшін мына жерде уже сендер аморфты, кристалдануға бейім, қатты зат деген яғни физика қасиеттерін оқып алыңдар да. И соның ішінен қайсысы вот не істейді, келеді, аморфты, мне кажется, келетін сияқты. Сол кезде сол варианттың ішінен осы абзацқа қатысты сұрақты бересің. Немесе жақсы диэлектрик деген келетін шығар. Ол сумен газды өткізбейді. Вот оның физикалық қасиеттері. Оның ішінде біреуін алады, бір физикалық қасиеттерін, и соны вариантта қойып шығады. Сондықтан осы жерде біреуін есептейміз. Көлемдегі 100 қайдан шықты дейді. Егер сендерге берілсе, көлемдегі 100, мына жерде қараңдар. Натрий OH пен H2SO4-ті бір-бірімен араластырып жатыр. Сол кезде шыққан көлем ол бізде қараңдар. Мынау 50 мл, анау 50 мл, сонда 100 мл шықпай ма? Екі ертіндіні араластырып, содан түзілген үшінші ертіндінің несін сұрап тұр? Бізде көлемін ол жерде тек қана 50 деп қоя алмаймыз, 100 деп қоямыз. Хорошо?
Көксағыздың физикалық қасиеттері жақсы диэлектрик екен және аморфты кристалдануға бейім, жылу өткізгіштігі болаттан 100 есе кем деген сияқты енді осы сұрақтар келеді. Немесе суда ерімейді деген келуі мүмкін. Сондықтан алдым да сіздерге осылай полностью печаттаған кезде кітаптағы скринін дәлелдеумен осылай қойып қойдым. Сіздерге диэлектрик келді дейді. Все, Ердос Сериков. Диэлектрик келді деген кейбір варианттарда оқыдым да, бірақ ол енді достоверный прям сол келді деп не істемеген соң мен просто алдымда барлығын көрсеттім. Диэлектрик келді дейді. Хорошо. Дальше жалыны сары жасыл түске бояйтын металл деп тұр. Енді жалын түстерін естеріңе сақтап алыңдар оқушылар. Себебі кейбір вариантқа бізде шымқай қызыл деген стронций келіп жатыр. Кейбіреулеріне бізде күлгін түсті деген келіп жатыр да. Сол үшін сендерде қай вариант қайсысы түсетін белгісіз. Сондықтан да уже жазып аламыз. Литий ол уже таңқурай түсті деп. Ал бізде натрийдің катионы, ол бізде күлгін, сары түсті. Калий ол күлгін. Одан кейін бізде кальций ол кірпіш қызыл, именно кірпіш қызыл, себебі шымқай қызыл деген стронцийда тоже бар. Сондықтан шымқай қызыл. Екеуі де қызыл. Хорошо? Ал енді барий ол сары жасыл түсті. Сондықтан да барийді біз белгілейміз. Барийдің ионы бізде сары жасыл түсті болады. Хорошо? Натрий болмайды, амина. Натрий болмайды, натрий күлгін түсті. Ең қиын балқитын металл дейді, мына жерде сендерге. Ең қиын балқитын металл ол жерден білесіңдер, барий. Ең қиын балқитын металл ол бізде вольфрам, Вольфрамның кәдімгі вольфрам ол біздерде лампочкаларда тұрады, лампочканың ішіне мынандай сым бар ғой, сол өзі вольфрам. Ол қанша мыңдаған градуста ол не істеп тұрған жоқ, қызып кетіп тұрған жоқ та. Сол үшін біз осыны вольфрамның сымдарын именно лампаларға қолданамыз, свет қосатын жердің барлығына. Натрий сары. Молекулаларының құрамы бірдей, бірақ химиялық құрылыстары әртүрлі болғандықтан қасиеттері де әртүрлі, қасиеттерінде өзгеше заттар. Бұл қандай заттар? Давайте кім біледі? Бізде ол. Мономерлер ма? Жоқ. Молекулаларының құрамы бірдей. Молекулаларының құрамы бірдей дейтін болсақ, оны значит олардың формуласы бірдей деген сөз. Жоқ. Изомерлер дұрыс айтады. Олар гомологтар болмайды. Гомологтардың молекулалық құрылымы бірдей емес қой. Мысалы, метан мен этан олар бір-біріне гомолог, бірақ олардың формулалары әртүрлі ғой. Сондықтан изомерлер, мысалы, спирт пен эфир бір-біріне изомер, спирт пен эфир бір-біріне изомер.
Бірақ ол жерде біз олардың қасиеттері әртүрлі ғой. Біреу спиртке сән қасиет көрсетеді, эфирге тән, иә. Сондықтан біз В жауабын белгілейміз. Изомер деген сұрақты. Дальше, қаныққан көмірсутектің ең қарапайым өкілі дейді. Қаныққан көмірсутектің ең қарапайым өкілі ол бізде қандай? Ол бізде метан, иә? Ең қарапайым өкілі метан. Кстати, оқушылар, вот бізде ертең дүйсенбі күні нұсқа талдау сабағы басталады. Кстати, сіздерге айтып өтейін, нұсқа талдау бізде айына 15 мың теңге, аптасына 5 рет болады. Айына 15 мың теңге, және бұл жерде 15 мың теңгеге жазылу арқылы, именно осы потокқа біз 15 мың қойды, келесі вот неге 20 мың теңгеден қоямыз. 15 мың теңгеге сен еще плюс 4 айлық курсты тегін ала аласың. 4 айлық курстың сабақтарын бір айға доступпен ала аласың. Яғни сонда сен айына 15 мың теңге төлеп, нұсқа талдауға және 4 айлық курсқа жаза аласың. Ол бізде аптасына 5 рет күнделікті нұсқа талдау, яғни ключтермен, ответтермен жіберіледі, және 2 рет осылай эфирде біз не істейміз? Нұсқаны талдаймыз. Хорошо? Егер қосыламын дейтін болсаңдар, балдарымды өсірем дейтін болсаңдар, сендерге міндетті түрде кітапты ғана оқу жеткіліксіз, плюс ол тестпен бекітіп отыратын болсаңдар, ол тақырып сендерде ұзақ есте сақталады. Және сендерге уже дайын сұрақтар беріледі, плюс аласыңдар да бірге бір жасайсыңдар, сол арқылы балдарыңды 15 плюс балға қоса аласыңдар. Мен енді сразу 10-15 жинап жүрген оқушылар сразу 40-қа көтереді деп не істей алмаймын, оны дайындыққа байланысты. Ал уже сендер 15-20 балл алып жүрсіңдер ма, 40 балға жеткілерің келсе, онда күнделікті нұсқа талдаңдар. Все. Алкандардың изомерленуі басталады дейді. Алкандардың изомерленуі неден басталады? Қайсы сұрақ болады мына жерде? Бұл жерде бутан болады, яғни 4-ші көміртектен бастап, оның изомерленуі басталады. Дальше жүктаспаған электроны бар бөлшектер бізде не деп аталынады? Мына жерде жүктаспаған электрон бар бөлшектер бізде не деп аталынады? Ол сендерде теориялық сұрақта бар кітапта. Кім біледі оқушылардың жауабын? Жүктаспаған электрон бар бөлшек, ол бізде не деп аталынады? Ешкім білмей ма жүктаспаған электрон бар бөлшектің? Ол бізде не деп аталынады?
Я бос радикалдар. Дұрыс айтады Шолат Тазабек. Бос радикалдар. Все. Байланыс ұзындығы неге тәуелді? Байланыстың ұзындығы ол неге тәуелді? Жоқ, позитрон емес, Жазира Сәдібекова. Варианттар жоқ. Бұлар енді варианттармен есте сақтамаған, сондықтан байланыстың ұзындығы ол неге тәуелді? Байланыстың ұзындығы, байланыстың еселігіне. Еселігіне тәуелді. Хорошо. Темір сульфатының ерітіндісінің электролиз кезінде не түзіледі? Ерітіндісінің электролизі болса, онда реакция нәтижесіне не түзіледі? Жоқ, заттардың табиғатына емес. Темірдің сульфаты ерітіндісінің электролиз кезінде, мына жерде бірінші А вариантында темір ИО2 деп тұр. Темір SO3 плюс SO2 деп тұр. Темір оттек H2SO3 деп тұр. Темір гидроксиді O2 деп тұр. Қайсысы болады? Бірінші сендер жауаптарын білгім келіп тұр. Сосын мен уже сразу не айтамын? Өзімнің жауабымды айтамын. Темір сульфаты ол бізде оттекті тұз болғандықтан ерітіндісінің электролизі болса, ол жерден қайсысы түзіледі? А жауап дейді. Все, дұрыс. А жауабы темір түзіледі. Феррум S4 плюс H2O. Темір O2 плюс H2S4. Хорошо. Дальше. Минус 4, 0, плюс 2, плюс 4 тұтығы дәрежелерін көрсететін элемент дейді. Қайсысы болады бұл жерде? Күкірт, көміртек, азот, фтор дейді. Күкірт және күкірт қышқылы дейді. Мына жерде минус 4 тұтығы дәрежесін көрсететін элемент. Көміртек. Көміртек, мына жерде. Енді көміртекті қарайында минус 4 тұтығы дәрежесін көрсететін несі қосылса оның метан. Көміртек жалғыз өз тұрғанда 0 болады. СО кезінде ол плюс 2, минус 2-ні көрсетеді. Ал СО2 ол жерде плюс 4. Осылай қосылыс түрінде де жаттап алыңдар, себебі бұл жерде тек қана элементтің өзі емес, қосылыс түрінде де мысалы сұрауы мүмкін. Дальше сіріңкенің жану реакциясы, вот сендерде мына жерде тұр, фосфор плюс 5 калий хлор O3, тең 5 калий хлор плюс P2 O5 деп. Сіріңкенің бұл жану реакциясы. Осылай мына реакция келетін болса 6P деп, онда уже осы жауапты белгілейсіңдер. Әділет жетес. Нұсқа талдау отмена болды ма дейді. Түсінген жоқпын. Нұсқа талдау не үшін отмена болды?
Қазір біз талдап жатырмыз ғой. Сен ортасынан қосылып отырсың ба, әділет жетес? Талдап жатыр ғой. Қараңдар, оқушылар бұрын ғана ссылкамен қосылғандар түсінбей жатыр да, ол жерде запись қосылып кетіп жатқандықтан қайтадан кір, иә, әділет. Или маған жаш, мен саған вот қайтадан ссылканы жіберемін. Потому что ол жерде бұрынғы ссылкамен оқушылар түсінбей жатыр, жаңа ссылкамен кірсе, оларда жаңа запись қосылып тұр, иә, бұрынғы запись. Все, келесі. Азотта мына жерде аммиак плюс O2 NO жерде азоттың тотығу дәрежелерінің өзгеруі деп тұр. Бұл жерде азоттың тотығу дәрежесі нешеден нешеге өзгереді? NH3 плюс O2-де қараңдар, бұл жерде аммиактың тотығу дәрежесі -3 болады, иә? А мына жерде ол плюс 2. Сонда оның тотығу дәрежесі -3-тен плюс 2-ге қарай өзгереді. Сонда бізде А жауабы болады, иә? Жоқ, Назым Шамшатова. Неге плюс 5 дедік? Дальше йод, хлор, бром үшеуін анықтайтын реактив біреу ғана, естеріңде болсын осы келген опытыда. Вот йод, хлор, бром ол бізде күмістің несі? Күміс катионы, иә, мына жерде қарап отырсыңдар, оған реактив болады. Бірақ одан түзілетін заттар әртүрлі. Аргентум хлор ол ақ тұнба, аргентум бром ол сарғыш тұнба, ал аргентум йод ол кәдімгідей сары тұнба. Хорошо, оларда яғни формулаларында өзгешелік, яғни тұнбаның түстерінде өзгешелік бар. Сондықтан бірақ барлығына бір анықтайтын реактив плюс и минус. Кстати, естеріңде болсын, анионға, катионға сапалық реакцияны 9-шы сыныптың 1-ші бөліміне жақсылап оқып алыңдар. Сосын барып кіріңдер, себебі катионға, анионға сапалық реакциялар бізде жиі келіп жатыр. Хорошо? Күміс болады. Осыны кітап ақтарып таппай едім дейді. Хорошо. Темірдің тотығу дәрежесі неше деп тұр? Яғни калийдің гексоцианоферраты мынау. Калийдің немесе сөзбен жазылып тұрады, оқушылар былай деп тұрады, енді мен формуламен жаздым. Егер сендерде калий деп та, егер 3 деп тұрса, онда осы формула болады. Калий егер 2 деп тұрса, онда калий 4, феррум С 6 болады. Екі түрлі несі бар оның? Кешенді қосылыстың екі түрлі формуласы бар. Сол үшін мына жердегі нелеріне қараймыз. Енді бұл жерде мына цианиттің заряды ол -1, калийдікі +1. Сонда біз -1-ді 6-ға көбейтеміз. 6, 6-тан 3-ті аламыз. Сол кезде плюс 3 татуғы дәрежесін көрсетеді. Сонда бұл А болады. Все, дальше ары қарай. АВ2 типті қосылыс деп келеді. Кстати, естеріңде болсын. Бұл жерде АВ2 типті, яғни молекуланың типі АВ2 болса, онда ол жерде қараңдар бұрыштық и сызықтық, яғни қосылыстар болу керек та. Яғни бұл жерде қарап отырсаңдар, H2O ол бұрыштық, себебі H, O, H деп тұрады. Міне олардың несі бұрыштық та, кәдімгі мынандай тік, не деп айтамыз, перпендикуляр деп айтамыз, сол сияқты. Осы жерде HKS тоже солай, оттек фториді тоже солай. Сондықтан бұл жерде қараңдар, енді бұл жерде берілген H2O-нікі беріліп тұр да. Енді басқа вариантта сендерде АВ2 немесе АВ3, АВ4 келуі мүмкін. Сондықтан 10-шы сыныптың 1-ші бөліміндегі осы жерден 24-ші кестені естеріңе сақтап алыңдар. И бұл жерде пішіндермен бірге сақтаймыз, себебі пирамида пішінді құрылысты молекула деп келуі мүмкін. Хорошо?
Осы PDF-ті қайдан алсам болады деген ол қалай? Осы PDF-ті сабақтың соңына дейін отырған оқушыларға мен айтамын қалай алу керектігін. Сондықтан сабақтың соңына дейін күтеміз. 10 сыныптың бірінші бөлімі осы кесте. Дальше. Метиламин тұз қышқылмен әрекеттескенде түзілген өнімнің атауы. Қараңдар, бұл жерде метиламин тұз қышқылмен әрекеттескенде түзілетін бар, и анилин тұз қышқылмен, яғни біз фениламин деп айтамыз ғой анилинді. Сол тұз қышқылмен әсер еткенде түзілген өнімнің деген бар. Бірақ енді ол жерде оқушы, яғни слипта жазған кезде есеп келді деген да, бірақ ол жерде массасын есіне сақтамаған. Сондықтан енді фениламоний хлориді деген бар. Фениламоний хлориді бойынша есеп келетін болса, дәл осы метиламоний хлоридіне ұқсайды. Қараңдар, ол үшін біз метиламин CH3NH2-ні H хлорға қосамыз. Сол кезде бізде CH3NH3 хлор түзіледі. Хорошо? Сонда бұл метиламоний хлориді. Фениламоний хлориді дегенде бар, ол бізде қараңдар C6H5NH2 амин немесе фениламин немесе анилин, ол қосылған кезде C6H5NH3 хлор. Бұл жерде былай тік жақша тұрады, былай хлор минус деп. Соны есімізде сақтаймыз. H хлормен әрекеттескенде ақ түсті түтін пайда болады. Білмеймін, ондай сұрақ болған шығар. Осы келді дейді. Все, көрдіңдер ғой да, кіріп шыққан оқушылар өздері айтып жатыр дәл осы сұрақтардың келгенін. Сондықтан да бұл сұрақтар барлығы ОБТ-да келген сұрақтар. Варианттары қандай дейді. Осы тұр ғой, вот. Аммиак, метиламоний хлориді, метан, диметиламоний хлориді дейді. Металдық кристалдық тордың физика қасиеті деген келген. Оқушылар қараңдар, мына жерде металдың кристалдық тордың физика қасиеті, ол жерде айтып тұр, ол жерде айтылған, что ол электр тоғы мен жылу өткіздігі жоғарғы тапталғыш үйілгіш металдық жылтыры бар затты айтады деп тұр ғой, сол үшін біз оның физика қасиеттері мына жерде электр тоғы мен жылу өткізгіштігі жоғары деген вариант болады. Немесе электр тоғы мен жылуды жақсы өткізеді, жақсы электрик деп айтуы мүмкін, яғни жақсы электр тоғын өткізеді деп. Металдық кристалдық тордың физика қасиеті осылай. Енді все, мына жерде металдық байланыс сендерге түсінікті болды, Кстати, бізде яғни бастаймын деген оқушыларға, яғни басынан бастап маған полностью барлығын қайталап шығу керек деген оқушыларға біз интенсив 2 айлық курсты ұсынып жатырмыз. Ол 2 айлық курста сендер 0-ден бастап аптасына жиі бізде, яғни 3 рет бізде ол жерде тікелей эфирде сабақ өтіледі, ал қалған күндері видео сабақпен дайындаласыңдар. Яғни ол жерде бізде 2 тариф бар. Стандарт тариф, яғни өзім алып видео сабақты оқимын, маған яғни уже в основном енді фундамент бар дейтін оқушыларға бізде стандарт 10 000 теңге. Өзім оқимын, яғни сендерге видео сабақтарға доступ береді, болды. Ал енді маған енді куратордың қадағалау керек, кәдімгідей күнделікті қадағалау болады дейтін болсаңдар, онда сендер ол жерде уже яғни премиум пакетті аласыңдар. Ол жерде премиум пакетте ол жерде аптасына 3 рет менімен бірге сабақ болады. Аптасына 3 рет, понедельник, среда, пятница күні, немесе вторник, четверг, суббота күнге жазыла аласыңдар. Хорошо? Нешінші сұраққа келіңдер дейді.
Бізде қазір нешінші сұраққа келіппіз? 29-ші сұраққа келіппіз. Ал премиум пакеттің бағасы бізде ол айына 20.000 теңге. Яғни өзі 2 айға қалды, сонда 40.000 теңге жаза аласыңдар. Мынада 10.000 теңгеден 2 ай ғана, ол жерден 20.000 теңге. Сразу мына жерде уже балдарыңа қарайсыңдар. Егер сендер балдарың 15-20 балл, 25 балл болса, уже сендерге стандарт пакет сразу нәтижелеріңді жоғарылатуға сразу не істемейді. Ол үшін сендерге өздігінен көп оқу керек, өздігінен іздену керек. Көріп отырсыңдар ғой да? Бір вариантты талдау үшін мен кемі, даже менің өзім 2 сағат печаттаймын, оны ішіне іздеймін, примерно 3-4 сағатым кетеді. А енді сендер күнделікті солай дайындалмайсыңдар ғой, мысалы, нұсқа талдау кезінде. Қатемен жұмысты өздерің жазсаңдар, ол жерде сендерге уже дайын беріп қояды да. Аласың, қатемен жұмыс жасайсың, тексересің. Тесттер де уже готовы, тест аламыз да, и сразу естеміз, жасаймыз дейді. Әлі қараңдар, неше сұрақ бар. Қазір білмеймін, 29-ші сұрақта. Енді полонийдің бізде изотопы келген. Осы альфа сәуленің нәтижесінде 1,5 моль гелийді бөлсе деген, гелий бөлінсе түзілген қорғасынның массасы дейді. Яғни бұл жерде білесіңдер ғой да, альфа сәулелену кезінде бізде қай нені аламыз? Полоний 25-те 84 деді ғой деймін, қателеспесем. Қазір қарап жүрейік, полонийдікі 25-те Менделеев кестесінде 84 ба. Менделеев кестесінен қарайық полонийдің нешінші тұрғанын. 84 астында екен, кешірім сұраймын. 84. Оның реттік саны екен. Оның үсті 100 бірдеңе, мен есімде жоқ. Печаттаған жерде, жаңағы неден. Сонда бұл жерден полоний 84, үсті 125 болу керек. Қазір қарайын. Жүз 25 болды ғой деймін. Осы жерде сендер уже полонийдан альфа сәулелену дейтін болса, ол жерден гелийдің атомын шығарасыңдар, яғни гелийдің атомы бізде 2-де 4-ке тең. Плюс ол жерде қорғасын түзіледі, себебі 84-тен қараңдар, 2-ні алсаңдар 82 болады. 82-ші элементті Менделеев кестесінен іздейсіңдер, ол бізде қорғасын болып тұр. Так өзі айтып тұр, түзілген қорғасының массасы дейді. Мынаның үстіне бізде 1,5 мольді қоямыз. Қазір 125 болды ғой. Қазір қарай жүрейін. Полонийдіңкі, өзінікі 200 қанша деп тұр? 64. 215 шығар, осы точно есім. 215-тен 4 алғанда бізде қорғасын 282-нікі ол 207. 200 сонда 11 болып тұр ғой да. 207. 207 енді бұл жерде бізге 1,5 моль гелийді берген. Соның үстіне біз 1,5 моль гелийді қоямыз, 1,5 моль деп. Түзілген қорғасының массасы дейді. X дейміз. Мынаның массасын табу үшін ол жерде оның 207 деген массасын аламыз, А мына 1,5 мольдің алдына біз 1 моль деп қоямыз. Бұның алдында ешқандай коэффициент жоқ. Сондықтан да сендер уже 207-ні 1,5 мольге бөлеміз. Сөкті ғой да? Екі 209 емес, 207 болу керек.
Мгм. Мгм. Қорғасындікі ол 207 болса, қараңдар, 207-ні 1,5-ға көбейтетін болсақ, ол бұл жерден бізде 315 болады. Осылай, сендер түсіндер, что альфа сәулені болатын болса, онда гелийдің атын қоямыз. Болды, ары қарай уже бір-бірінен азайту арқылы таба аламыз. 211-ден 4 аласыңдар, 84-ден 2 аласыңдар. Ja, 315 қой. Дальше. Пропанның жану реакциясы келген. Вот пропанның, кстати, аминдердің де жану реакциясы келіп жатыр. Мысалы, метиламин, өздерін жазып шығыңдар да, метиламин, этиламин, барлығының жану реакцияларын оттекпен қосыңдар. И сол жерде коэффициенттерді уже өздерің былай есептеңдер. Сол кезде уже көре аласыңдар. Мына жерде коэффициентті сұрамаған, тек жану реакциясын сұраған. Но басқа есептерде сендерде жану реакцияларын сұраса, онда коэффициенттерін сұраса, олай не істейсіңдер, есептейсіңдер. Барлық заттың органикалық, яғни жанған кезде олардың коэффициенттерін жазу арқылы естеріне сақтаңдар. Көбіне мысалы бізде циклогексан келеді, бензол келеді, жану реакциясы деп. Енді мына жерде пропан болғандықтан бізде CH8 болады. Оны оттекке қосатын болсақ, CO2 мен H2O түзіледі. Енді мүмкін сендерге толық реакцияны берген шығар. Жану реакциясы дегенде уже оттекпен әрекеттестіресіңдер и оны теңестіресіңдер. Хорошо? Дальше. Глюкозаның тотығу өнім... Мына жерде мына вариантпен кеткен. Мына жерде глюкозаның тотығу өнімдері деген. Емес. Бізде глюкозаның тотығу өнімдері, ол бізде қандай? Бізде тотықсыздануды түсіндік, что ол жерден сорбит алынады деп. Сутекпен тотықсыздандырсақ. Егер тотықтырсақ, ол жерден не аламыз? Глюкозаны тотықтыратын болсақ, ол жерден полонийді емері 209-бен алсақ дейді. Альфа глюкон қышқылы, оның формуласы С6H12O7 деп келуі мүмкін, хорошо? Формуланы да былай ненде білеміз. Вариантқа қарайсыңдар да оқушылар. Именно на жерде енді қайсысы сәйкес келеді. Бізде альфа сәуленің нәтижесінде деп тұр. Егер оны қосатын болса, қараңдар. Мына жерде 200, мына жерде егер да, полонийді сәулелену нәтижесін егер оған қосқан болса, былай деп олап тұрсыңдар ғой, осыны 2 мен 4 деп қосқан болса, ол жерде мына жерде 84, 84 болып алынған. 84, мына жерде 86. Бірақ қорғасын мына жерде шықпайтын еді. Сол үшін мен не істеп отырмын? Оны альфа сәуленмен, альфа молекуласымен атқылап отырған жоқпын. Одан түзілген, яғни гелийдің альфа сәулені түзілген молекула ретінде қарастырып отырмын да, оқушылар. Ол жерде егер қорғасын түзілетін болса, онда ол міндетті түрде оған реакцияға дейін гелий қосылмайды. Хорошо? Осыны түсіндер. Хром хлоридінің ерітіндісінің электролиз нәтижесінде түзілетін заттар дейді. Қайсысы болады?
хром хлоридінің ерітіндісінің электролизі болса, бұл жерде не түзіледі? Үш валентті хлориді бұл жерде. Хром, хлор, үш. А бола ма дейді? Жоқ. В болмайды. Егер қараңдар, мына жерде сендерге балқымасы деп тұрған жоқ, ерітіндісінің электролиз деп тұр. Ол жерде не істейміз? Все, дальше. Мына жерде қараңдар, хром хлоридінің ерітіндісінің электролизі болса, бұл жерде қараңдар, хромның өзі түзіледі. Одан кейін хромның гидроксиді түзіледі, и H2 түзіледі, и хлор 2 түзіледі. Хорошо? Естерінде болсын. H2. Мына қараңдар, анодта бөлінеді, а мына катодта бөлінеді. Катодта металл бөлінеді, а мына қосымша өнімдер, қосалқы өнімдер деп аталынады олар. Сонда біз уже D жауабын белгілейміз. Хорошо? Вот электролиздің именно ерітіндісін жақсылап ашып қараңдар, хорошо? Анодта. Дальше H хлор O3-тің атауы деп келген. Мына жерде уже білесіңдер, да, хлорға байланысты оның оттекті қышқылдары әртүрлі аталынады. H хлор O3 болса, ол хлорлау қышқылы, яғни С жауабы болады. Енді басқа қышқылдарын қарастырып өтсек. Бұл жерде H хлор O ол +1, хлорлау қышқыл. Яғни бұл жерде уже көріп өтсіңдер. А мына жерде H хлор O2 ол хлорлы қышқыл, да. Мына жер уже жалғауына байланысты, мынау екі оттекте екі жалғау тұра ма? Екі жалғау. Солай естеріңе сақтанды. Лауда бізде 3 жалғау болады. Яғни мына жерде ешқандай жалғау болмайды. Және олардың тотығу дәрежесін тоже есепте алатын шығарсыңдар. Одан кейін оның тұздарының атауына байланысты. Себебі бізде тағы бір екінші сұрақ бар. Ол жерде H хлор O берілген. Оның осы қышқылдың тұздарының атауы деп сұрап тұр. Келесі жоқ, бұл жерде жоқ екен, да. Сол жерден уже сендер сразу біліп отырамыз. Егер хлорлау болатын болса, оның қышқылының атауы хлорат деп аталынады. Хорошо? Мына жерде тек атауын сұрайтын болса, онда С жауабын белгілейсіңдер. Дальше енді 56 литр X элементінің сутекпен қосылысы XH3 дейді. Массасы 85 грамм болатын қосылыстағы XH элементінің молекулалық массасы. Прям жақсы есінде сақтаған оқушы жүрек бұны. 56 литр мен группадағы сұраған болатын, да. Қандай сұрақтар естерінде қалды деп. Осы жерде сандарды есте сақтау өте қатты қиын негізі. Оны бір 35-40 жинап жүрген оқушылар ғана, 45 сондай оқушылар ғана есте сақтай алады, да. Себебі көп оқушылар тек қана байқасаңдар, сілекте органика келді, бензол келді, алкаден, алкен, контекст келді дейді, да, бірақ именно оның ішінде қандай сұрақтар келді, оны тізіп жазбайды. Мына оқушы мен таңғалғаным, прям сөзбе-сөз қандай сұрақ келді, оның цифрлары қандай, соларды есіне сақтап қалған. Кімге келді енді осы жерде сұрақ? Бұл жерде 56 литр X элементінің сутекпен қосылысы. Енді белгісіз сендерге X элементі, я. Оның сутекпен қосылысы XH3 деп тұр. Мынаның массасы 85 грамм болады дейді. Енді мынау 56 литр қалыпты жағдайда. Мынаны біз білмейміз. Мынаны только біз білеміз. Мынаныкі қанша бізде X плюс қанша деп білеміз? Мынаны теңестіретін болсақ, кстати, мына жерде теңестіру керек. Мынаны алдына 2 қоямыз, мынаны алдына 3 қоямыз, я. Сонда мынау 2x плюс 6 болады, я.
Мына уже сендерде 2 дейтін болса, қалыпты жағдай деп міндетті түрде жазып тұр. Сондықтан алдында 2 деген коэффициентіне қарап, уже 44/8-ді қоямын мен. Сонда бізде теңдеу былай болады: 56 бөлінген 44/8 тең 85 бөлінген 2х плюс 6 деп. Давайте енді осы теңдеуді шешейік. Сол кезде сендерде x-тан қанша шықты? Сонда 56-ны 2х плюс 6-ға қосамыз. 44/8-ді 85-ке көбейт жерекші. 44/8 көбейту 85. Сонда 3808, я. Мына бізде 56-ны 2-ге көбейткенде 112х болады. Ал 56-ны 6-ға көбейткен кезде 336 болады. Ал енді 336 3808-ден азайтып тастаса қанша болады? Сосын соны 112-ге бөле саласыңдар. 3808 азайту 3808 азайту 336. 3472 болады, оны 112-ге бөлеміз. Сонда фосфор ол x31 болады, яғни 31-ге сәйкес келетін ол фосфор, я. Сонда фосфин болып тұр ғой, да? pH2 31 тек фосфорға сәйкес келеді. Аммиакпен көрмейміз. Осылай дәл осылай шығарсаңдар, ол жерден 31 шығады. Тек фосфорға сәйкес келеді. Енді бұның молекулалық массасы деп отыр. Қараңдар, 3, бұл жерде 2, я. Бұл pH 3-тікі 31, 34, 34-ті mr-ін тап деп тұр ғой, сол x3 элементінің. pH 3-ті есептейтін болсақ, ол жерден 34 болады. Хорошо? Просто элементтің өзінің, яғни осы қосылыстың ғой. Қосылысының деп айту керек, негізі. Қосылысының молекулалық массасы болады. Ал егер элементтің өзін ғана сұраса, онда 31-ді белгілейсіңдер, оқушылар. Если оның қосылысының молекулалық массасы деген сөзден қарап, мен уже білдім, да, что ол тек қана элементтің өзі ғана емес. Хорошо? Фосфин, я. Немесе сөзбен атауы да берілуі мүмкін. Вот. Дальше оқушылар аспирин алу үшін салицил қышқылына не қосады? И варианттарда толуол, бензол деген болған деп жазған. Сол үшін мына жерде толуол деген сөзді көріп отырмыз ба? Аспиринде өндірісте алыну деген кітаптан алынған скрин. Сол жерден уже толуолды белгілейсіңдер. Толуолды алюминий хлор ишартысында негізі оларды көп сатылы реакция арқылы жүргізіп алады. Бірінші алюминий хлоридмен қосады, потом оны озонмен өңдейді деп тұр, я. 68 болмай ма дейді. Егер оны 2-ке көбейтсеңдер, я, оның мр-і 68 болады, 34-ті 2-ке көбейтсеңдер. Бірақ бұл жерде тек қана сол элементтің, яғни қосылыстың ғана молекулалық массасын сұрап тұр ғой. Бізге неше грамм фосфин түзілді деп сұрап тұрған жоқ. Хорошо? Дальше SP гибридтену. Кстати, осы жерде SP2 толықта біліп алыңдаршы, SP-ға не жатады бізде? Оған бериллийдің гидриді CO2 HCN. Біздің жағдайымызда ол оқушыға CO2 келген. Сендерге бериллийдің гидриді келу мүмкін, немесе циан-сутек қышқылы келу мүмкін, HCN. Немесе басқа да бізде алкиндерді жатқызамыз. Және ана жерде ацетилен көмірсутектер, яғни олар алкиндер ғой, алкин жатады. Сонда сіне жазып алыңдар, что мына жерде SP-ның өзіне бізде ол жерде бериллий H2 жатады, CO2 жатады, және HCN жатады деп. Және бізде алкин жатады. Ал SP2-ге жазып аламыз. SP2-ге жатады, ол жерден бізде бордың хлориді SO3 жатады. Именно кітаптағы информациямен, кестемен интернетте басқаша жазылған. Сондықтан осы нәрсеге мән береміз. Және ол жерден бізде жатады алкен, алкаден. И ароматты көмірсутектер де жатады. Алкаден, я. Карбон қышқылдары, ароматты көмірсутектер, солар жатады. Карбон қышқылы, ароматты көмірсутектер. Хорошо, SP3-ке не жатады? SP3-ке
сендер вот мына жерден яғни біз алкандарды жатқызамыз, я, бұған. CH4 дейтін вот солар. Егер сұрастын болса, осы SPH-ті белгілейміз. Хорошо, 10-шы сыныптың бірінші бөлімі бұл. Сол кітапта айтылған. А деген CO2. Хорошо? Бұл жерде CO2 келген вариантта. Химия тжб 390 деген олай. Бұл жерде 9-шы сыныптың оқушысы отыр ма? Тжб сұрап. Алмасатын амин қышқылы, ол бізде цистеин, яғни оқушыларға жерге именно цистеин келген бізде. Және алмасатын, алмаспайтын жерге кестесін қойдым. Осы арқылы сендер білесіңдер, я, аденин, гуанин деп та. Вот сол ғой мына жерде. Енді бұл жерде амин қышқылын сұраған, егер сендерден де пуринді, пиримидинді негіз деп сұрайтын болса, онда сендер жаңағы аденин, гуанинді айтатындар. А если алмаспайтын, алмасатын амин қышқылын сұрайтын болса, онда ол цистеин болады, хорошо? Мына жерде вот осы жерден глутамат қышқылы, аспарагин қышқылы, соларды тиразин, серин, аспарагин, глутамин деген амин қышқылдарын жаттап алыңдар. Именно алмасатын түріне. Мүмкін сендерге алмасатын, либо алмаспайтын түрі келуі мүмкін, хорошо? Дальше. Кремнийдің плюс 4 тотығу дәрежесін көрсететін қосылыстар дейді. Бұл жерде қараңдар, кремнийдің плюс 4 тотығу дәрежесін көрсететін болса, онда ол бізде кремнийдің несі болады. Мына жерде минус 1, мынау плюс 1, мына жерде де плюс 4 көрсетіп тұр, я, негізі. Мына негізі HEK силициум фтор 6 деген болмау керек. Мына оқушыда мына жауап келген. Сондықтан осы HEK силициум фтор 6. Мен аны да, потому что қосып қойдым. Бұл жерде HEK силициум фтор 6 емес, HEK силициум фтор басқасы болу керек. Мынау, короче, жоқ деп қойғандар. HEK силициум ош келген оқушыға. Сондықтан осы жерден плюс 4-ті белгілейміз. Хорошо, бұл жауабын. Дальше. Бромның жоғары оксиді деген келген. Бром жоғары оксид болатын болса, бром 2О3. Оқушылар, егер асығыс болсаңдар, шығып кете берсеңдер болады, хорошо? Апай, қаншашыншы сынаққа келдік деп. Сендерге наоборот, мен максимально 40 сұраққа дейін жеткізіп, барлығын өте сендерге талдап, көбірек сұрақ сендерге наоборот жақсы емес па? Мынау 40-шы сұрақ. Да? Енді 41-ге келді. 41-де тоже екінші басқа сұраға келген. Ол бізде H-хлор қышқылының, H-хлор О қышқылының тұздарының атауы деп келген. Яғни тұздары болатын болса, ол бізде гипохлориттер. Яғни жерде вариант болған, гипохлорит деген. Соны білмеген оқушы просто басқа жауапты белгілеген. Сондықтан сендер де шатаспаңдар сол оқушыға ұқсап. Дұрыстап белгілеп алыңдар. Мынау сонда келіп жатқан сұрақтар ма дейді. Жаңадан бері 45 сұраққа уже келіп жатырмыз оқушылар. Бұлар сұрақтардың барлығы келген сұрақтар. Келген ба, келмеген ба деген. Ай, күміс келіп жатқан сұрақтар, хорошо. Просто біз өзіміздің ойымыздан или бір нұсқады талдау арқылы басқа бір тест-центр нұсқаларын алып талдап жатқан жоқпыз. Дальше нанобөлшектерді алу әдістері сендерге келуі мүмкін. Енді бұл жерде нанобөлшектерді айтқан, бірақ бұл жерде қараңдар, екі сұрақ келеді нанобөлшектердің осы уақытқа дейін мен білген. Төменнен жоғары, жоғарыдан төмен тәсілі алу әдістері деп келеді ол. Немесе осы нанобөлшектерде қатысатын реакциялар келеді. Ол жерде мына екінші сұрақ қазір. Мына нанобөлшектерді алу әдісін көрсететін реакция теңдеулері деп былтыр мысалы келген мына сұрақ, 33-ші сұрақ болып қараңдар. Сол үшін бірақ көк фонмен қойып қойдым, хотя качествосы онша емес болса да. Жерде ол қараңдар, қалай келіп тұр мына жерде? Литий келеді, метан, кремний келіп тұр, я. Значит, біз мына жерде не істейміз?
литийді белгілейміз, литийді нитридін, сосын метанды белгілейміз, кремнийді белгілейміз, иә. Сонда С, Д, Е жауабын үшеуін белгілесек, уже бізге автоматически 2 балл қосылады. Хорошо? Дәл осындай күнделікті нұсқа талдайым дейтін болсаңдар, нұсқа талдауға бар жоғы 15 000 теңгемен еще плюс курс сабақтарын тегін ала отырып дайындық жүргізе аласыңдар. Соңғы 2 айларында максимально пайдалы етіп өткізу үшін. Бірінші ОБТ-дан көп оқушы құлағаннан кейін барып дайындық жүргізіп жатады. Бірақ мен сендерге айтар едім, қазір сендердің уақыттарың бар кезде хотя бы балдарыңды 20-дан 30-ға көтеріп алыңдар. Немесе 30 балл или 35-те жүресіңдер ма, ой мен бәрін білем деген емес. Тағы қалай 50-де 50 балл оқу үшін тағы да қандай тақырыптарды оқу керекпін деп ары қарай дайындықты жүргізіңдер, хорошо? Я жұмбазаттың ішіне біреуін ғана талқылаймыз қазір. Жұмыртқа ақуызының денатурациясы. Жұмыртқа ақуызының денатурациясы кезінде мына жерде бізде сұрақты онша қатты не істеген жоқпын. Мына жерде қараңдар, ол прям андай емес та. Ол жерде біреу сәулелену кезінде қандай сәулелер әсер етеді деген, біреулер мына жерде екінші, үшінші, төртінші ретті құрылымдар бұзылады деген. Значит, қараңдар, бұл мысалы оның жұмыртқаны қайнатқан кезде қуырғанда байқауға болады деп. Кейбір екінші варианттан қарасам, ол жерде нешінші ретті құрылымдар бұзылады деп сұраған дейді. Ол жерде қараңдар, сәулелену болса ультракүлгін сәуле мен гамма сәулелердің әсерінен болады денатурация жалпы, құрылымының бұзылуы. Немесе ол жерде екінші, үшінші, төртінші ретті құрылымдар. Яғни құрылымдар 2, 3, 4 деп істейсіңдер, бірден басқасын барлығы. Осының жауабын ішінде үшеуін белгілейсіңдер. Но мне кажется, оның құрылымдары шығар сұрақ болғанда. Жақсы ма? Дальше, енді нені талқылайық, контекстті талқылайық, осымен аяқталатын. Конфигурациясы 1-n d10 ns1 болатын ағзаты тотыққан кезде қара түсті возат түсіледі. Енді бұны уже мен телеграм каналымда бар оқушылар білетін шығар. Мен бірнеше контексттарды бөлісіп жатырмын. Соның ішінен бірінші бөліскен контекст, яғни бұл жерде уже қандай азаты, базаты екенін білесіңдер деп ойлаймын, 1-n d10 ns1 дейтін болса, ол қандай элемент болып тұр? Мынаны оқушылар өздерін білесіңдер, да? Купрум. Нешін купрум бұл жерде? Қараңдар, 1-n дейтін болса, 10-шы d элемент емес, 9-шы d элемент табамыз. Сонда азаты ол купрум, А базаты ол купрумға тотықтырып деп тұр ғой, өзі айтып тұр ғой. Купрумның оксиді ол қара түсті екенін білеміз, да? Ол бізде қара түсті. Яғни оксидтердің де түстерін сендерге жатқа білу керек қой. Мүмкін сендерде басқа контекст келетін болса, бізде себеп айтайын, мына басқа оқушыға келген, да, маған жіберген. Ал менің оқушыма қызыл түсті деп келген. Қызыл түсті деп келген. Дәл бірақ осы 1-n d10 деп ба, әлі басқа конфигурацияны көрсеткен, бірақ ол жерде ол оқушының миында ұзақ қалмаған, сондықтан ол жерде қызыл түсті деп белгілеген. Соны қызыл түсті оксидтің білмегендіктен ол жауап бере алмаған оқушылар. Сол үшін именно оксидтердің түстерін жазып отырып есте сақтаймыз, хорошо? Ары қарай оған С затын күштік сілтемен әрекет еткенде көк түсті С заты пайда болды дейді. Енді оған С заты пайда болу үшін оны біз не істейміз? Б затын оттекті қышқылымен өңдегенде дейді. Б затын оттекті қышқылмен өңдегенде. Егер H2S4 пен істейтін болсында, ол купрум S4 шығады. Купрум S4 плюс H2O түсіледі. Яғни сонда біздің С затымыз купрум S4 болып тұр. Ал Д затымыз купрум S4-ге дальше оны не істейді? Қыздырған кезде деп тұр, яғни күшті сілтемен әсер етіп деп тұр. Пока күшті сілтемен әсер еткен кезде көгілдір түсті. Мыстың гидроксидте бізде көгілдір түсті. Сонда біздің тұнбамыз
осы бізде мыс гидроксиді, иә, бұл Д заты, мынау жаңа С заты болып еді. Енді мыс гидроксидін егер қайтадан қыздырсаңдар В заты шығады. Ол шынымен де купрум гидроксидін температура қатысында қыздырсақ, мыс оксиді плюс H2O шығады. Хорошо? Купрум С4 уже купрум гидроксиді. Түсінікті ғой да оқушыларға, сіздерге максимальны барлық сұрақтарды істедім. Енді қараңдар оқушылар. Енді бізде алдағы уақытта уже өзіміздің нұсқа талдау тобына жазылған оқушыларға болады. Бізде қараңдар, қазір 6-да, таңғы 6-да жазылған топ бар. Таңғы 6-да жазылған топқа бізде уже 7 орындай бар. Ал бізде выходной күнде жазылған оқушылар бар, яғни будний күндермен басқа курстарды қатса, биологиядан басқа курстарын бар дейтін оқушыларға бізде суббота-воскресенье күнгі группа бар. Яғни олар тікелей эфирге суббота-воскресенье күні қосылады. Айына білесіңдер 15 000 теңге, иә. Немесе таңғы 6-дағы топқа жазылсаңдар болады. Хорошо? Таңғы 6-да дайындық жүргізіп, прям уже оларды прям железно тек қана грантқа түсем емес, именно Асфендияровқа түскім келеді, именно МУАға грантқа түскім келеді, мен сол жақтың грантын алу керекпін деп уже железно мақсаттары бар оқушылар. Потому что уже олар дайындықты 9-10 сыныптан бері келе жатыр, бірақ әлі де 3 жыл бойы химияны оқып келе жатыр, оқуға ақшаларын, яғни әр курсқа қатысып жүр, иә. Менен басқа олар басқа да курстарға қатысады. Мынау мысалы мендегі нұсқа талдауға ол 3-ші курс болып қатысып жатыр. Бірақ сонда да олар не істеп жатыр? Тоқтатып жатқан жоқ. Дәл осындай оқушылар, сендерге айтар едім, Асфендияровтың өзінің берілетін аз ғана грантын бірінші жеңіп алады. Сондықтан қараңдар, былай грантқа түсу басқа, иә, жай ғана уже балыңмен грантты іздеп кетесіз, қай университетке грантқа түсем деп. Ал уже өзіңнің жоғары 122 балыңмен уже сендер университетті таңдайтын боласыңдар. Хорошо? Себебі университетке уже жетіп тұрған соң, балдан уже смело жаза аласыңдар, иә, Асфендияровты, МУАны, иә. Топ универде оқитын болсаңдар, уже сендер клиникада, өздері жеке клиника ашылатын мықты, білікті маман дәрігер бола аласыңдар. Потому что все-таки сендерге бастапқы білім берген орта міндетті түрде сендерге әсер етеді. Сендердің прям қазіргі, мектептен кейінгі білімдеріңді, яғни жоғарылату үшін. Мен білмеймін, әлі ондай адамдар кездестірген жоқпын. 6 жылды дұрыс, басқа бір университетте грант үшін оқып кетіп, еще плюс медицина бойынша курсқа қатысып оқып жатқан. Себебі медицина ол бір жыл бойы курсқа қатысып, 6 ай бойы курсқа қатысып, білімін көтере алатын пән емес. Себебі ол жерде уже 7 жыл, 6 жыл, 9 жыл кемінде білім алу керек. Сондықтан да оқушылар, сендер именно түсетін жерлеріңді анықтап алыңдар. Қазіргі балдарыңды өсіруге әрекет жасаңдар. Ой, мен балым 90, пока жетпейді, ояққа түсу қайда деп, просто так армандауды тоқтатпаймыз, хорошо? Енді тек қана бізде бар оқушылар, өздері қазір 70-90 бал алып жүр, бірақ мен 120 бал аламын, 120 бал алғым келеді дейді. Мен айтамын, по факту сенің қазіргі балың 70-80 болса, сен қалай? Сразу 120 балға көтересің. Ол үшін не істеу керексің сен? Енді олай бірден көтеріліп кету қиын да, ол вообще нереально миға сыймайды да. Бірақ көп оқушымыз, яғни сендер де просто в ожидании жүрулері мүмкін да. Менің балым өсіп кетседі, бір нағыз ұбыды как будто бір чудо болып кетіп, бірден өсіп кететін сияқты да. Кімде сондай сезім бар? Қазір балымыз аз, бірақ біз 120 балды армандап жүрміз. Егер сендердің балдарың қазір хотя бы 100-ден аспаса, онда сіздердің балдарың бірден 2 айда, мен айтар едім, сразу 40-қа өсіп кетпейді оқушылар. Сол нәрсеге реальностьқа тура қарайық. Бірінші ұбытыдан кейін жеке репетитор жалдап, күні бойы таңнан кешке дейін напряженный состояниені оққаннан гөрі, қазір лучше күнделікті білмейтін тақырыптарды азайтып, солай дайындалғандарын дұрыс, хорошо? Рахмет, әділет, сау бол. PDF-ті қараңдар, Инстаграм парақшаға жазыласыңдар. Инстаграмға сендер Наурыз ОБТ деп жазып жібересіңдер. Наурыз ОБТ деп. Сол кезде мен сендерге ссылканы жіберем, хорошо? Осы документтің ссылкасын жіберем. Немесе WhatsApp-қа жазсаңдар болады.
кім менде WhatsApp группада бар, соған Наурыз ОБТ PDF деп жазып жіберсеңдер, сол осы қазіргі PDF-ті сақтаймын да, соның несін скрин жіберем. Хорошо? Все, оқушылар, хорошо, дайындықты жүргіземіз. Егер сендер интенсив курсқа жазыламын дейтін болсыңдар, айына 20 мың теңгемен жазыла аласыңдар, және нұсқа талдауға жазыламын дейтін болсыңдар, онда 15 мың теңгемен жазыла аласыңдар. Хорошо? Егер 2 айға бірден төлем жасаған оқушыларға біз скидка жасап жатырмыз. Хорошо? Сол үшін давайте мен номерді қалдырайын. Вот осы номерге жазып, орындарында алып, дайындықты уже ертеңнен бастап кетіңдер. Хорошо? Отыз 38-ге жеттім, шүкір дейді. Егер 38 балл саған қазір жеткілікті болса, общий, онда все дайындығында. Но мен айтар едім, максимально 50-ге, 45-ге жеткізуге тырысыңдар, потому что Наурыз ОБТ сияқты емес, нағыз ОБТ бұдан да күрделі болады. Енді бұдан да күрделі болатынын айтайын, дәл осы тақырыптары ғой, бірақ ол жерде нағыз ОБТ кезінде сұрақтар постоянно жаңартылып отырады. Дәл бұндай сияқты болмайды. Яғни бір сұрақты беріп қойып, яғни ол қайталана бермейді да, ол жерде сразу ауыстырып отырады базаны. Хорошо? Жақсы ма? Яғни каждый апта сайын базаны ауыстырған кезде уже жаңа сұрақтар қосылған кезде сендер білмей қаласыңдар. Соқты ғой. Сол үшін лучше толықтай барлық нәрсені үйреніп алып, уже кез келген сұрақтан қиналмағандарың дұрыс. Ол үшін сендерге интенсив курс көмектеседі, немесе нұсқа талдау курсына қатыса аласыңдар. Хорошо? Все, уже жазып жатырсыңдар, мен барлықтарыңа жіберемін. Все, сабақты сақтамаймын. Жақсы, сау болыңдар. Енді ондай болуы мүмкін емес, оқушылар. Слип болады деген ешқандай не жоқ, гарантия жоқ. Сондықтан да просто ережені түсініп алыңдар, үйреніп алсыңдар, реакцияны білсеңдер, орнына қоясыңдар, шығара аласыңдар ғой, болды. Прям түсінбейтін деген Алеумның өзі ютубта менде сабақ бар. 8 типін прям жіліктеп түсіндірген сабақ бар. Солардың барлығын көріп өтсіңдер, мына эфирде де барлық нәрсені көріп өтсіңдер. Неге мен ойлаймын, неге сендер ары қарай дальше балдарының көздерің жетіп тұр, ары қарай неге тағы да көтеруге, білмейтін тақырыптарын одан да бетер көтеруге неге атсалыспайсыңдар? Хорошо, барлықтарын да слип болмайды да. Наурыз қиынырақ емес пе? Наурыз, грант ОБТ-сы, бірақ грант ОБТ-сын біз салыстырмалы түрде жылда ОБТ тапсырған оқушылар дайындағандықтан мен айтар едім, нағыз ОБТ, яғни мамырдың ОБТ-сымен даже июньде тапсырылатын екінші ОБТ бар ғой, сол екеуі даже бір-бірінен аса не ғой, ол жерде жұмбақ заттар деген былтыр контекст полностью жұмбақ заттар болды да, оқушылар уже бір жұмбақ заттарды білмей ма, -5 баллын алып кетті. Ал жұмбақ заттарды табу үшін ішіне подсказка арқылы негізі каждый элементтің қасиеттері өз екіге бөлінеді, биорганикалық, органикалық контекст болып. Соларды қасиеттер арқылы табуға болады. Ол негізі қиын емес. Ішінен біреуін тауып алсаң, уже ары қарай посыпочка қосып алып кете бересің, иә. Мына жерде мысалы біз мысты таптық, ары қарай алып кеттік қой. Дәл солай сияқты. Иә, нұсқа талдау 15 мың теңге бір айға. 2 айға бізде 30 мың теңге. Хорошо? Қайырлы түн оқушылар, прям сағат 10-ға дейін, 10:30-ға дейін отырыппыз. Все, мен эфирді сақтаймын. Ой, сақтамаймын дедім ғой. Все. Эфир сақталмайды оқушылар.